әлеуметтік желі қолданушылары, сіздерді бүгін келіп жеткен тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін бізге әдеттегідей ашық сұхбат және бүгінгі қонағымыз мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Галиев Ернар Бақтиярұлы. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Енді бүгін сұхбатымыз шынайы әрі ашық болады деген сенімдеміз. Олай болса, бірден сұрақтарға көшсек, өзіңіз туралы қысқаша мәлімет беріп кетсеңіз. Жақсы. Енді бастысы осы ашық сұхбат жобасына шақырғандарым үшін көптен көп рахмет. Жалпы енді өзім 1984 жылы Қазталов ауданы, осы Қазталов ауылында дүниеге келіп, 5 жасыма дейін осы Қазталовта тұрып, 89 жылы жалпы ата-анамның жұмыс барысымен осы жерден 80 шақырым Мирон деген ауылға көшіп барып, осы кезге дейін сол ауылда тұрып келдім. Сол Мирон орта мектебін аяқтап, Орал қаласына дене шынықтыру факультетіне оқуға түсіп, жалпы мұғалім мамандығы бойынша мамандығымды алып, сол мектепте алғашқы ұстаздық қызметіне бастадым. Енді қазіргі таңда осы орталықта үлкен бөлімде қызмет атқарудамын. Жалпы қысқаша осы, тізбектеп айтатынымыз көп жерде қызмет етті. Жақсы, түсінікті. Көп рахмет. Қазіргі таңда отбасыңызда қанша балаңыз бар? Балаларыңызға өзіңіздің қай қасиетіңізді бере аласыз? Енді қазіргі таңда жалпы өзімнің отбасымда 4 ұлым бар. 4-еуі де ұл. Жалпы енді отбасы туралы айтып кететін болсақ, енді әрбір берік отбасы, мен ойлаймын, осы тәуелсіз еліміздің осы бірден-бір тұрақтылықтың басты нышаны деп ойлаймын, берік отбасы. Енді мен сұрағыңызға, ұлдарыма өзімнің қандай қасиетін деп айтсаңыз, бере аласыз. жалпы енді ең бастысы ұлдарыма отбасында әрдайым айтатын ең бастысы еңбекқорлық қасиет, кез келген іске жоғары жауапкершілікпен қарау, адамгершілік қасиет деп ойлаймын. Жақсы. Отан қорғаныңызға қанша жыл болды? Отан қорғаныма 12 жылдай болды. Біршама уақыт өткен екен. Есіме түсіріп отырсам қазір. Жақсы. Жалпы мына ер мен әйелдің арасындағы достыққа сенесіз бе? Достық махаббатқа ұласып кетпей ме? Өзіңіздің ойыңыз. Жақсы сұрақ екен. Жалпы ер адам мен әйел адамның арасындағы достық қарым-қатынасқа сенемін. Енді оның әртүрлі жағдайлар болатын бар, бірақ көп кезде кейбір адамдар махаббатқа ұласып алады. Кей кезде сол өмірбақи бірге оқыған сыныптас болсын, студент жағында бағанағы бірге оқыған группаласы болсын. Енді ары қарай оның достық қарым-қатынасы жалпы қалған өмірге жаңағы махаббатқа ұласпай-ақ қалады дегенге мен жақсы сенемін. Әдемі жауабыңыз үшін. Енді мынау отбасы, махаббаттан шығайық, басқа да сұрақтарға кезек берейік. Алдағы уақытта қандай бизнес түрімен айналысқыңыз келеді? Бизнес түрімен. Жалпы енді қазір мемлекеттік қызметте жүргеннен кейін біздер бизнес, басқа коммерциялық жұмыстармен біздер айналыса алмаймыз, біріншіден. Екіншіден мен ойлаймын, жалпы өзімнің қасиетімде, жалпы қабілетімде деймін.
өзім бизнеске, сауда саттыққа бейім, соған жақын адаммын деп мен өзім айта алмаймын. Мен саудагер болатын болсам ойлаймын, мен бүкіл сатып тұрған нәрселерімді кей кезде тегін, кей кезде бағасын өте түсіріп бере жүремін бе деп, мен одан пая таба алмайтын сияқты. Қорқасыз. Сондықтан мен өзімді бизнес әлемінде мен өзімді елестетемін. Бизнес саласын көре алмайсыз. Көре алмаймын. Ол жағы қиын. Жақсы, түсінікті. Дінге көзқарасыңыз қалай? Дінге бет бұру ойыңызда бар ма? Жалпы дінге көзқарасым дұрыс. Енді бет бұрысты қазіргі таңда мен айта алмаймын. Ол үлкен жауапкершілік, үлкен қадам. Оған жалпы адам өзі дайындалу керек. Іштей болсын. Жалпы мен ойлаймын, адамның бойында имандылық қасиет болу керек. Айтады ғой, имансыз адамнан қорық деп. Кез келген иманды адам, ол кез келген мысалы өмірде, қоғамда да өзін дұрыс алып жүреді деп ойлаймын. Сондықтан мен дінге көзқарасым оң көзқараспен қараймын. Енді бет бұрыс бойынша мен қазір оған әзір емеспін ойлаймын өзім. Бірақ жүре бара үлкейген шағында мүмкін болады. Неге десең, енді айтатын болсақ, аталарымыз да молда болған, дін ұстаған аталарымыз болған. Мүмкін сол адам үлкейген өз қасиеті бойымыздан шығады. Жақсы. Жалпы енді спорттан да сіз алыс емессіз. Өзіңіз айтып өткендей. Футбол қарайсыз ба? Қай командаға жанкүйерсіз? Футбол болмаса да басқа спорттың түрі өзіңізге бір. Футболды енді жалпы жекелей командаларды көп қарамаймын. Көбіне жалпы елдер арасындағы жолдас кездесу болсын, әлем чемпионаттары болсын, соларды барынша қарауға тырысамын. Енді спорттың көбіне бокс, жекпе-жек түрлерін, күрес сияқты түрлерін көп қараймын. Барынша. Қандай жыл мезгілін ұнатасыз? Жалпы өзім қысты ұнатамын. Жалпы ыстықтан гөрі көбіне осы өзім салқындықты, салқын жерді, жалпы қыстың өзі де мен ойлаймын әрбір адамға жақсы әсер ететін сияқты. Мен өзіме де жаныма жақын осы қыс мезгілі. Бала күнімнен осы қыста сыртта ойнап, шаңғы теуіп, шанамен сырғанап, бала шағымыз өтті ғой. Сондықтан қыс мезгілі жалпы өзіме ұнайды. Жаныңызға жақын. Жанымызға жақын. Ыстықты көп жүре алмаймыз. Сондықтан қыс мезгілде болады. Жақсы. Жалпы сұрақтар ұнап отыр ғой. Сұрақтар қиын емес, жақсы. Жақсы, әрін қарай жалғастырайық. Мектеп табалдырығында жүрген кезіңізде бұзық болдыңыз ба? Нешінші атаман болдыңыз сыныпта? Біздер енді жаңа айттым ғой, Мирон мектебінде оқыдық. Біздер сол 20 шақты сыныпта оқушылар оқыдық. Жалпы бізде достарымыздың, сыныптас достарымыздың арасында атамандыққа ұмтылыс болмаған секілді. Сыныпта біздер қыз балалар ұлдар аз болды. Бірақ енді жалпы адамның бойында бірінші болу, мен өзім жалпы өмірде де жеңілгенді ұната бермеймін. Маған жеңілу қатты әсер етуі мүмкін мысалы. Сондықтан ойнағанда да спорт үйірмелері болсын, жарыстар болсын, жалпы алда болуға, бірінші болуға оқушы тырысатын қалмай. Жалпы жеңіс тұғырынан көрінгім келеді дейсіз. Көрінгіміз келеді. Мен ойлаймын, бойымда сол жеңіске деген ұмтылыс әр адамда болу керек қой. Әр адамда. Жеңіліске ешкім ұмтылмайды. Кез келген кәсіп болсын, кез келген бір жарыс болсын, сайыс болсын, адамның бірінші мақсаты жеңіске жету ғой. Бірақ бана айттым ғой, жеңілгенді ұнатпаймын, бірақ кей кезде өмірде
тек жеңістен тұрмайды, жеңілістер де болады ғой. жеңістер де болады. Сол кезде жеңілдім деп жеңілгенде жер көтере ма? Енді одан да бір сын қорытынды шығарып, ары қарай тұрып, адам жалпы жеңіске қарай ұмтыла беру керек. Сонда бір мақсатқа жетеді деп ойлаймын. Жақсы. Ең алғашқы айлық табысыңыз қаншалық есіңізде ме? 2004 жылы ғана айттым, Мирон мектебіне, өзімнің бітірген мектебіме ұстаз болып қызмет етіп келгенде, мен бірінші айлығым 8,5 мың болды. Енді қазіргі уақытпен салыстырғанда өте төмен жалақы ғой, бірақ сол кезде 8,5 бірінші айлығымды мен үйге алып келіп ата-анама. Енді ол шақтарды еске алсаң, әрине оның өз қызығы да болды, қиындығы да болды. Бірақ дегенмен қай кезде де адал тапқан наным ол әрдайым тәтті болады ғой. Сондықтан 8,5 алған сол кездегі алғашқы еңбекақым, мен ойлаймын, ол отбасыма үлкен жақсы болып келген бар деп ойлаймын. Студенттік шақтан бір естелік, қызықты оқиға болсын, өзіңіздің есіңізде қалған. Жалпы енді адамның өмірінде жалпы өзінің бір кезеңдері болады, мектеп шағы болады, содан кейін барып мектеп бітіргеннен кейін студент шағымыз болады. Соның ішінде студент шағы өте қызықты сәттер көп болады, не етсеңіз, уже есейген шағым, есте көп нәрсе қалады. Енді студент кезімізде қызықты сәттер көп болды. Енді білесіз, студент болғаннан кейін студент әрдайым жалпы ақшасы, қаржысы аз, кей кезде банағы қарны ашып жүреді. Ауылдан енді кейде келеді, кейде енді әрбір белгілі себептермен келмей қалады жаңағы ақшамыз. Бір күні мынандай бір сәт болды, бір кешкілікте бір 3-4 қасымда бірге оқитын достарым бар. Енді тротуармен, жаяу жүргіншілер жолдармен жүрмей, автомобильде жүретін орта кәдімгі жолмен ортасымен жүріп кетті. Жай ма, мысалы түнгі уақыт қой. Сонда ойлап кетtim, өзім айтып кеттім қасымыздағы достарыма. Осы жерден бір 200 теңге ақша тауып алсам екен. Ой, рахаттанып тұрып бір той болатындай. Сол жүріп кетсем, қақ алдымда көзім түсіп кетті. Жерде бірнеше жатқан сияқты. Қағазды ойладым, бір сөз бүйтіп ұзап қарасам, ақша. Сосын тоқтап, солай алсам 200 теңге емес. Ішіне қарасам, тағы 200-лік бар. 400 теңге екен. Сол кезде біздің қуанғанымызды көрсең, достарым бәріміз айқайлап, содан шауып барып, дүкенге барып, банағы затты жейтін әртүрлі тағамдар, заттар алып, соны отырып барып, бір саябаққа барып отырып, бір орындықта рахаттанып тұрып жегеніміз бар еді. Сол сәт есіме түсіп кетсе, әлі ойлаймын соны. Ол уақыттен 400 теңге деп айтылмай қазір. 400 теңге жақсы ақша, иә. Бұл енді мен ойлаймын сол кезде мен сол ойлап кеткен нәрсемді, енді бұл да бір енді тылсым дүние деп айта алмаймын, бір алдыма түсіп тұрғанға мен таң қалдым мысалы. 200 теңге деп айтып кетсем, маған 400 теңгені алдыма беріп тұр ғой. Қартырмай беріп тұр. Иә, сондықтан банағы дін туралы, зат туралы айтқанымызда мен жалпы сол дұрыс көзбен қарай, шын ниетімен сұраса, жалпы бәрі болатын сияқты. Жалпы айтады ғой, көктен сұраған Құдай жерден берді дейді. Дұрыс. Дәл сол. Жақсы. Өте керемет. Жасырын талантыңыз бар ма? Жасырын талант. Мен ойлаймын енді, жалпы адам болып не келгеннен кейін, кеткен адам өзінің бір таланты болады, бейімі болады, қабілеті болады. Енді менің талантым, мен енді бір үйде жүріп, көбінесе қолым босаса, бір ән айтқан жақсы көремін. Ол былай болды, бала күннен ән айтатын. Сол кезде енді оқушымыз сыртқа шығып, ата-анамызға көмектесеміз, мал қарасамыз. Сол кезде мен есімде бір, менің сол Мирон ауылда тұрғанда бір көрші апам болды. Ол кісі жалпы мәдениет қызметкері, сол ауылдық клубтың меңгерушісі болды. Сол кісі еститін болды. Мен бара қораға кіріп жұмыс істеп жатқан кезде күректі кері айналдырамын да,
микрофон жасап сол жерде айқайлап та өлең айтатын болып тұрмын ғой. Соны көрші апам естіп айтады, ой, Ернар әнші болады, ертең ән айтады деп. Бірақ мен ол қасиетім енді мүмкіндік болмады ма, әлде сол кезде уақыт берілмеді ма? Қазіргі шақта тек ән айтуым жалпы үйімнің ішінен шектелмейді. Видео айтамын өлеңді, бірақ сыртқа шығып айтқан жоқпын. Ойлаймын, бірақ жолдасым айтып қоямын, мен өлең айтсам мен жақсы айтатын сияқтымын. Тек айта алмай жүрмін деп. Үйде кәдімгі ешбір айтамын. Сондықтан бұл да енді бір көрінбей жүрген талантым бар деп ойлаймын. Бірақ жаспыз әлі, мүмкіндік туар деп ойлаймын алда. Бәрі алда. Жақсы, хоббиіңіз? Жалпы ер адам болғаннан кейін, қызметтен кейін кез келген адамның бір сүйетін бір хобби болады. Жалпы ойлаймын мен өзім. Біреу аңшылықпен айналысады, біреу бал болады. Қазіргі таңда мен сонда ойлап қоямын. Кей кезде қызмет бабымен қолымызға тимей жатады. Енді хобби деп қазіргі таңда бұрын жас кезімізде спортпен айналысып жүрдік. Одан кейін сол мамандық бойынша оқуымыз оқыдық. Қазіргі таңда мен басты хоббиім айрықша бір бар деп мен айта алмаймын. Бірақ мен көбіне кино қараған, сосын мына художественный фильмдер қараған, ізденіп соларды көптен қараймын. Мен хоббиім деп айта алмаймын оны, бірақ болашақта мен ойлап жүрмін. Бір жұмыстан кейін бір істі қолға алып, қандай болатынында мен әлі ойлап жүрмін. Бірақ мүмкін енді әлі кеш деп айта алмаймын. Мүмкін болар жатар әлі. Болар жатар. Енді жаңа айтып спорт саласында жеткен жетістігіңіз туралы айтып өтсеңіз. Спорт саласында енді студент шағымызда аз-маз жетістіктеріміз болды. Енді ең бастысы мен бала кезімнен қызығу, мен бокста жастайымнан оқушы кезімнен қызықтым. Жалпы үйде соның қаптарды іліп қойып, бір ағам груша жасап, қолдан груша жасап, сол қап жасап, бір ағамның бір советский, бұрынғы совет кезінен қалған перчаткасы болды. Мына перчатка біреу үлкен, біреу кішкентай. Сосын бір досым болды, құрдасым бірге оқыған. Ода да перчатка бар. Сол шарбақта жинап алып, балалармен өзіміз турнир өткіземіз бокстан. Сол енді мектеп бітірген кезінен кейін де мен арманым сол боксшы болу. Содан Оралға барғаннан кейін бокспен айналыса бастадық. Енді студентші жақта білесіздер, қиын уақыттар болады. Көбіне банағы қосымша қаражат іздеп жұмыс істеп кетеміз. Жұмыс істеп жүрдік. Енді толық мен сол боксқа мен армандаған мақсатыма енді сол белгілі себептермен жете алмадым. Бірақ дегенмен ауылға оралғаннан кейін сол өзімнің мектебімде дене шынықтыру пәні мұғалім болып жүрген кезде жаттықтырушы болып, оқушылардың осы аудан біріншіліктерінде жеңімпаз болды. Сол кезде мен жетпеген сол сәл кішкене болсын жетістікке мен оқушыларым жеткенге мен өте қуандым. Енді қазір мен өзім айттым, 4 ұлым бар. Үлкен ұлым қазір сол мен айтып қатысып, қазір бокс қатысып жүр. Мен ойлаймын, мен жетпеген жетістікке мүмкін ұлым жетер. Соны тілеймін. Көп рахмет әдемі жауабыңызға. Сіз үшін бақыт деген не? Жалпы енді адамға бақыт нәрсе, бақыт деген әртүрлі болатын сияқты. Өзінің көзқарасына, жалпы өмірлік талғамына. Мен үшін бақыт деген бірінші отбасым, ата-анам, жолдасым бар, ұлдарым бар, жалпы отбасым, бауырларым. Екінші, жалпы осындай елде қызмет етіп,
осы елге қажетті болып жүргеніме соны да үлкен бір бақыт деп санаймын. Еліміз білесіз, жалпы көп қиындық кезеңдерді артқа тастап, қазір үлкен даму үстінде. Сол бейбіт, тыныш заманда біздер өмір сүріп, сол тиісті қызметімізді атқарып жатқанымызға ешкім бізге кедергі жасап жатқан жоқ. Әлем елінде білесіз, әртүрлі жағдайлар болып отыр. Ішкі қақтығыстар, мысалы, біз ел тыныш. Сондықтан осындай тыныш, бейбіт заманда өмір сүріп жатқанын мен ойлаймын. Жалпы біздің халқымыз үшін үлкен бақыт деп ойлаймын. Сол бақытты біздер бағалай білуіміз керек. Соны әрмен қарай біз сақтай білуіміз керек. Бәрекелді, рахмет. Өмірде жалпы қатты өкінген сәтіңіз болды ма? Жалпы адам болғаннан кейін ойлаймын, енді адамның басынан қиындық та өтеді, қателіктер де өтеді. Бірақ мен ойлаймын, өмір алға жылжыған сайын сол өткен шақтарын адамның жаңағыдай, егер сол қателіктерден дұрыс сын тауып, сол қателіктерін мойындаған адам, сол қателіктер жойған адам, сол қателіктен бір сабақ алған адамдар жалпы алда үлкен жетістікке жетеді деп. Сондықтан енді өмір болғаннан кейін әрине өкініштер болады, бірақ мен көп кезде өтіп кеткеннен кейін мен ойлауға тырыспаймын сондай. Мен ойлаймын, енді өкінгенмен енді оның көбісін қайтару, оны қайтадан түзеуге болмайды ғой. Бірақ енді алдағы өміріңе сол кеткен банағы кемшіліктерің мен қателіктеріңді болдырмасаң, содан бір үлкен сабақ алып, алдында өміріңде солардың болуына жол бермесең, сол адам үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Мақсатқа жетудің бір айғағы, бір жолы. Сол деп ойлаймын. Жақсы. Көп рахмет. Ер адамның 3 басты қасиетін атап өтсеңіз. Жалпы енді қазіргі қоғамда әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Өздерің білесіздер. Енді жалпы соның ішінде біз халқымыз үшін, қазақ халқы үшін отбасы да жалпы өмірде ер адамның орны бөлек. Ата-бабаларымыз қолдарына найза алып, осы үлкен елді қорғаған кезде үлкен дана қайсарлық танытты, үлкен мінез танытты. Қазіргі таңда кейбір анағындай жастарымызда бір өкінішті сондай қасиеттер көрінбей жатады, тез сынып қалады. Қателікті істегеннен кейін оның алда түзелеріне сенбейді, мысалы. Жалпы ер адам, мен ойлаймын, ең бірінші енді отбасына да өз қызметіне де ең бірінші жауап болу керек. Оның жауапкершілік болу керек. Ең бірінші қасиеті жауапкершілік болу керек. Жалпы адамның, ер адам қасиетінде адамгершілік қасиеті жоғары болу керек. Жалпы енді үшіншіден жалпы ер адам қайрат болу керек. Өзіне сенімді, отбасын, елін қорғайтындай, оның жеке дара қасиеті болу керек. Қайратты болғаннан кейін кез келген қиындыққа да төтеп береді деп ойлаймын. Жалпы осы енді біздің қазақта ер адамға тән көп қасиеттер бар ғой, айта берсек көп. Сол менің бір түсінікті. Рахмет. Мойында Өмір аға, біздің ауданға не жетіспейді? Әдемі сұрақ деп ойлаймын. Әдемі сұрақ бар жаңағы. Ойландыратын сұрақ. Ойландыратын да сұрақ. Енді қазіргі таңда жалпы ауданымызда
атқарылып жатқан істер көп. Қазір ауданымыздың, орталықтың жалпы өзінің келбеті де өзгерді. Қазір мынау Оралмен қарым-қатынас жолымызда қазір бұрынғы жолдарымызда жалпы әкелеріміз айтады ғой, таңнан шығып кеште барамыз деп. Енді қазір біз ауданымыз енді үлкен аудан, жалпы даму үстіндегі аудан деп ойлаймын. Енді жалпы халық қазір бізде мал шаруашылығымен басты бағыты мал шаруашылығы айналысып жатқан. Енді ауданға жалпы жетістікке жетуіне мен толық мүмкіндігі бар деп есептеймін. Бұл мүмкіндікке, бұл жетістікке осы ауданды жеткізетін осы сіздер мен біздер, осы елде қызмет етіп жатқан адамдар. Енді мен ауданның қазір осы тұрған жетістігі аз емес. аз емес. Бірақ дегенмен жеткенде бір тұстары болады ғой, жетпейтін де тұстары болады. Әрине болады, оның бәрі өз кезеңмен, өз уақытымен болады ғой. Бірақ жетістігі де көп. Қазір елде жүріп жатқан үлкен осы саясаттың арқасында. Қазір ауданымызды қарасаңыздар, осыдан бір 10 жылмен салыстырып қарасаңыз қазір бөлек қой. Бұйырса енді келесі бір 10 жылда мен ойлаймын, осы ауданымыздың келбеті басқаша өзгереді деп. Соған біздер жетуіміз керек, біз соны армандауымыз керек, соны мақсат алдымызға қоюымыз керек. Осы ауданымыз үшін біздер бірлесіп жұмыстарымыз керек. Сонда адал қызмет етсек, ойлаймын, осы елімізге, осы ауданымызға бізде жетіспеушіліктер азайып, жетістіктер көбейеді деп ойлаймын. Енді осы сұрақтан ауытқымай, алдағы уақытта аудан әкімі болып жатсаңыз, қандай өзгерістер жасар едіңіз ауданға? Бұл енді қиын сұрақ деп болады. Жалпы енді ойлаймын, мына басшы болу, сырт көзге мен ойлаймын, біреуге оңай болып көрінуі мүмкін. Негізі басшы болу үлкен жауапкершілікті қажет ететін қызмет. Енді мен өзім қарапайым ұстаз болдым. Одан жаңағы мектепте тәрбиешінің орынбасары болып келдім. Одан мектеп директоры болдым, ауыл әкімі болдым. Одан қазір мына бөлім басшысы болдым. Әр сол қызметте өзінің бір қиындығы да бар, өзінің бір қызығы да бар, қатар жүреді. Енді жоғарылап жалпы қызметің өскен сайын, жалпы сенің жауапкершілігің де көбейеді. Енді жауапкершілік көбейген сайын, жалпы адамнан уже сұраныс та көбейеді ғой. Енді аудан әкімі болған жағдайда ойлаймын, енді қазіргі көптеген атқарып жатқан істер бар. Аудан әкімі болып жатқан жағдайда не өзгертер едіңіз ойыңызда? Қандай өзгерістер жасар едіңіз? Осы ауданға да? Осы ауданға. Мен жастарға енді ақыл айтатындай, мен өзімді 35-тен асқан азаматпыз. Енді мен ойлаймын, қазіргі кезде біз жалпы жастарымыз жақсы жолда, жалпы білімді, өз ойларын жиектеп, еркін айта алатын жастарымыз өсіп жатыр. Енді болашақта жастарымыз енді осы елдің тұтқасын ұстайтын, осы елді, жастар біздің болашағымыз ғой. Сондықтан мен жастарға тек тілерім, тек осы ел үшін атқарған әрбір істеріне ең бастысы адалдық,
осы елге ең басты енді үлкен патриоттық сезімде бола жүріп, осы елдің болашағы үшін аянбай қызмет етулеріне тілектеспін. Мен ақыл айтпаймын, оларға тілек айтсам, тілек айтқым келеді. Сондықтан жастарға сенеміз, жастардың қолдарынан келеді. Бәріміз де енді жаңа айтқандай жас болдық. Сондықтан жастарға мен сәттілік тілегім келеді. Әрбір істе. Рахмет. Бала кезіңізде анаңыз сізді кімге еркелетті? Сұрақ енді анамыз енді әрбір бала үшін ана деген ерекше жан ғой. Әрбір сөзі енді еркелеткен сөздер көп болды. Мен қазір шын керек бұны дәл қазір есіме түсіре алмай отыр. Айтқыңыз келмей отыр ма? Жоқ, бір нәрселерді әдемі сұрақ. Әдемі сұрақ. Бәріміз бала болып, аналарымыз бәріміз еркелетеді. Еркелетеді ғой. Қолым деп айту мүмкін, мысалы дегенде балапаным деп айту мүмкін. Анамның тәбір еркелеткен сөздері өте, оны айтқым келіп ол өзінде қалсын деп ойлаймын. Сондықтан енді аналарымыз аман болсын, бізді еркелетіп әрдайым қолдайды. Рахмет, көп рахмет. Жаңа сіз айтып отырсыз енді ән айтқанды ұнатамын, үйде ән айтамын. Енді өзіңіздің сүйікті әніңіз немесе әншіңіз? Өзіңіз жақсы көретін. Осы әнді қатты жақсы көретін. Енді мен Шәмші Қалдаяқовтың былай өзіме жалпы адам есейген сайын өзінің талғамында, көзқараста, соның ішінде әнге жас күнімізде енді білесіздер ғой. Виктор Көкең бана түсініксіз әндер тыңдап, қазір енді өмірге бір жақын бір өзіне әндер етеміз. Жалпы қазір әншілердің ішінде өте тұста. Өзіңізге жақсы көретін әншіңіз? Мен шынымды айтсам, менде жақсы көретін әншім жоқ. Шын айтайын, әншілердің менде определенный тыңдайтын әндері бар. Солардың көбіне банағы осы Шәмшінің бір жақсы бір мәнді өмірі туралы бір жақсы бір әндері бар ғой, ел туралы сол әндер ұнайды. Түсінікті. Сұхбат барысында қаншалықты шынайы болдыңыз? Жалпы бір 100 деп айтсам өтірік болады. Бір 95%-ға мен шынайы айттым деп ойлаймын. Рахмет. Жанар Бақтиярұлы, уақыт бөліп әдемі шынайы сұхбатыңызға көп рахмет айтамыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Жақсы күндерде жолыққанша. Рахмет сізге.